Гулял саркофаг эрамыздың 3-ші әсірлеріне тиесілі. 1962-1964 һәм 1965 жылларда Өзбекстан Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлімі профессор Вадим Николаевич Ягодин башлығында Қарақалпақстан Республикасы Қожелі районда жайласқан Айемгі Миздаққан некрополінде алып барылған археологиялық қазылмалар уақытында табылған. Саркофагтың ұзынлығы 130 см, ені 75 см, валентлігі 60 см. Саркофагтың үстінгі бөлегінде 4 бөліктен ібарат қақпағы болған. Бұндай көріністегі саркофаглар Вавилон, Туфлесмак саркофагларына ұқсас болып, Тәжікстанның Тупхана некрополі һәм Құбла Өзбекстаннан Жобалақ төбе, яғни Хайдарабад естегілерінде табылған. Саркофаг ішінен шыққан мархум сүйектерімен бірге қосып көмілген бұйымлар көшпелі скиф қауымдарында ұшырасатұғын мархумды жерлеу дәстүрлерін өзінде сәулелендірген. Саркофагтан табылған бұйымларға бронза айна, қасық һәм сақ қауымдары дәстүрлеріне көре мархумға атап ауқат салып қоюға мөлшерленген бронза құйма қазан да кіреді. Саркофагтың ішінен 18-20 жас аралығындағы хаял адамның сүйеклері табылған. Оның менен бірге алтын сырғалар, жүзіклер һәм басқа да тағыншақлар қосып көмілген. Тағыншақлар қымбат бақалы алмандин тасымен безетілген болып, бұндан соны білімізге болады мархумның жоғары тайпаға тиесілі болғанлығын. Саркофагтан табылған мархум сүйеклері жерлеуден алдын зардуштілік діні дәстүрлеріне тән сүйеклер ет бөлегінен тазаланған халда жерленген.